соны дамытудың жолындамыз қазіргі таңда. Сондықтан да қазір сондай бір керемет не, бастапқы айтпаймын деп келдіңіз деп көмпеттіңіз деп, жоқ, бізді әлі мойындау керек. Сондықтан да біздерде қазір мына сабаққа да енді үйретіп жатырмық адамдарды. Себебі мына сабақтың өзін мына регулярность. Менде енді бұрында адам дейді опыт қой, мен бұрынғы өзімнің басқа компанияларда енді жасаған опыттарымыздан осы регулярный сабақтың пайдасын білдік, регулярность дейтін ол постоянно бір одно и то же затты мен бір күндері болды, мен бір адам отырып өзім сабақ өтіп отқан кездерімде болды, бірақ енді үлкен 70-80, 100-200 адамға дейін жинаған кездеріміз болды сабақ өткізіп. Сондықтан да бұл жерде басында ол адамдарды біз бір күндері даже болды, біз таңертең 8-де шығатын кездерімізде. Ондай кезге де адамдарды үйреттік. Самое главное, мына адамдар, мына лидерлер өздерінің қойған регулярный сабағын, вот, например, әр аптаның осы бүгін 4-ші күн, әр аптаның 4-ші күніне қойған регулярный жаңағы несі кетпесе, ол адамдар 4-ші күнге постоянно дайындалу жүреді. Новичоктарын шақырады. Бүгін өзінде де бірталай адамға жібердім. Енді жіберген адамдар біз кіріп жатыр, кірмеген адамдар өз мүмкіншіліктерін өздері жіберіп жатыр дейік. Айтады ғой, біздер адамдар бір жерге жиналғанда, бір үлкен, мысалы айтқанда, мешітке барып намаз оқығанда да бір жерге барып оқиды ғой барлығы. Жиналып, энергетика көбейіп, жаңағы ары қарай там тілектер орындағысы келемін, білмеймін, ары қарай глубже түсінбеймін осыны. Бірақ сонда да айтады ғой, біздер қазіргі таңда біз осы жерге жиналып отырық. Қазіргі таңда осы жерге келген адамдардың, например, уақытымен келген адамдардың 9:00-де әрбірінің өзінің бір энергиясымен келді. Осы жерден бірге энергетикамен қазір біз тек фармаси жөнінде айтылғандықтан, бұл жерде үлкен қазір энергия бар. Неше адам, қазір 10 адамымыз ба, 10 адам, 11 адамымыз ба, 11 адамның энергиясы бүткіл әлемді ұстайды. Жер шарын ұстап тұратындай энергия тұр қазір осы жерде. Сондықтан айтамын ғой, мына сабаққа или кірсең, вовремя кірген жақсы. Кеш қалдың ба сен, біз үшін кеш қалған жоқсың сен. Сен өзіңе кеш қалдың. Сондықтан да негізінде әрбір сабақтың уақытымен кіріңдер. Уақытымен кіріп, уақытымен шығып үйренгенде, сендердің өмірлеріңде де мына порядок болып бастайды. Уақытымен. Сондықтан да қазір енді біз 10 минут кетті жайлап сабағымыз бастай берейік. Себебі бізге бөлінген уақыт, мен айтамын әрқашанда, бөлінген уақыт ол 1 сағат дейді. 1 сағаттан кейін не болады дейді. 1 сағаттан кейін не болғанда біз әңгіме уақытпен үйретуде. Біз қазір мен 9-дан 10-ға дейін 10-да сабақ бітеді сағат айтқанда, Себебі мен 10:30, 11, 12-ге дейін адамды күтіп отыра бермейміз. Себебі ол адам, ол өзінің мүмкіншілігін жіберіп қойды. Қазір 10-ға 20 алғандағы кіріп бастаса, например, да? Ал сондықтан да ешкімді айтады ғой, уақыт дейтін, уақыт сені күтпейді ғой ол. Ол уақыт өзінің уақытымен кетіп жатады, Ал сен дүниеге келгенде, сен уақытыңды жіберіп жатсың. Уақыт өзімен кете береді. Сондықтан да әрқашанда 9-да кіруге тырысайық. Келесі сабақтарымызда да, жалпы болашақта да. Енді бұл сабаққа келушілер қандай адамдар? Бұл сабаққа келушілер қазіргі таңда тұтынып жатқан, біріншіден келушілер мына бизнес құрам деген адамдар. Осы үлкен табысқа жетем деген адамдар келеді бұндай сабаққа. Жаңағы қолданып жатқанымыз екінші адамдар бар. Осы қандай компанияға келдік, қандай продукциялар қолданып жатырық, сапасы қалай екен, болашағы қалай екен деп келеді. Үшіншілер просто қызықтауға келеді, Сондықтан да қазір біз уже бастай берейік сабағымызды. 10 кетті. Запись басталып кеткен екен ғой, да? Кім қойды записьті? Запись қойыпты ғой. Басқа неден кірдім, телефонмен шықалып ноутбуктен кірдім мен. Запись қойдыңыз ғой, да? Жоқ, мен қоймадым. Мен ол ноутбуктан кіретінде админ емеспін. Өзіңіз қойыңыз. Мен қостым записьті. Мен білмей қалдым. Мен енді қосайын деп жатырмын ғой. Жарайды.
жақсы, өзім таныстырып өтейін. Менің атым Рита Қуатова, Ақтау қаласында тұрамын. Өзім жасым 49-да, осы сетевой маркетингке келгелі. Өзім 2009 жылдан бері 15, өзім туралы айтып өтейін. 15-16 жыл болып қалды десем де болады, 17 жыл болып қалды десем де болады. Енді сол жоба ғой енді. Сол бұл сетевойға келгенде негізінде адамдарда әртүрлі бір не болады, причина болады келу мақсаты. 2009 жылы өзім шынымды айтсам баламыз екеуміз үйсіз қалдық. Белгілі бір себептермен бір традиционный бизнестен банкрот болдым. Өзім негізінде экономистпін, банкте жұмыс жасадым 7-8 жыл. Уже мен 38 жасымда ойладым, мен бизнесменмін деп. Мен уже состоялся, мен уже достойный миллионер болуға деп. Сөйтіп мен өзім 30 жасымда ойыма қазір келген, мен миллионермін деп. Сөйтіп мен традиционный бизнес аштым. Жолдасымыз екеуміз тебірсіз, қазір ол кісі қайтыс болды. Сол кезде бастап кеткен бизнесіміз банкрот болып, ол да жас қой, мен 2 жас үлкен. Ол 32-де болса, мен 30-дамын. Екеуміздің көзіміз бақырайып, содан кейін айттық қой, ол традиционный бизнес не мое ол. Сосын шынымды айтсам, қайда барарымды білген жоқпын. Өзім жаңағы баламды алдым да подселение комнатаға кетіп қалдым. Андай үй жалдап тұрдым да. Сонда барып түсіндім, бұл традиционный бизнесінде өзінің акулалар болады екен, өзінің жаңағы адамдар болады екен, 100%, 90%. Содан кейін барып финансовый грамотты оқып бастадым. Себебі басында біздерге жаңағы күшті эгомен келдік қой, біз миллионер боламыз, біз жетеміз деген. Содан миллионер бола алмай қалдым, бірақ мен айтам ғой, мен миллионер сол кезде бола алмай қалсам да, бірақ мен жүрегімдегі арманымды ешкім алып кете алмады. Ар жағындағы миллионер болам деген желаниямды менің единственный қалған сол болды, қалғандары кредитный договора болды. Ол 2009 жылы 4 миллион өте көп ақша. Қазірдің өзінде де аз ақша емес, но дегенмен сол кезде көп ақша. 4 миллион. Сол кредит болды, балам болды, қасымда өзім қалдым тек. Сол сөйтіп жүргенде жаңағы әр жерге резюме тапсырдым. Енді баспана алу керек қой деген ой болды да мен. Әр жерге барып резюме тапсырдым. Өзім бір банкте жасадым ғой. Бір жерде стажировать етіп едім, бір ай. Одан кейін мораторий қойып кетті, қазір жұмысқа алмаймыз деп шығарып салды. Екінші жерді күтіп едім, болмады. Үшінші, төртінші мекеменің есігін соқтым, еш жер жұмысқа алмайды. Енді қалай өмір сүреміз деп, мен енді қашанға мен апамнан съемный квартираға ақша сұрай беремін деп ойладым да, бір 3 айдай уақытты, бір мүмкіншілікті. Содан сөйтіп жүргенде ешке жұмысқа алмаған соң, бір күні менің апам звондады. Апам менен де бұрын сетте жүрген кісі, мен бұрында да, бірақ мен апама вообще түсінбейтін, Рима менің апам, Рима Қуатова, тіп түсінбейтін, не істеп жүрсің деп бұрын. Өзім высшее образованием бар, жаңағы крутой миллионермін, жаңағы банкте жұмыс жасаймын, финансовый грамотнымын деп, жаңағы традиционный емес. Сосын бір күн сол апам звондады. Осындай келші сетке депті. Не істейсің деп. Содан айтып, сонда да ар жағымда жүрегім сеніп тұрған жоқ. Сетте не бар деп қоямын өзімше. Бірақ енді қазір бос жатырмын ғой, келсем келейін деп бастап кеттім ғой. Ең бірінші келгенде ойым да. Бірақ сол сетке келгенде, енді ар жерге жұмыс қалмаған соң келдім ғой. Қазір айтам ғой. Егер де сол кезде мен бір жерге жұмысқа кіріп кеткенде, қазір менің көп болса бір ипотекадағы алған бір 2 бөлме үйім болар еді, 2 бөлме не 1 бөлме. Оны әлі төлеп жүретін деймін да. Ел көрмей, жер көрмей, сол ипотека, сол жұмыс, әйтеуір бір жұмыс табасың ғой, енді қоймаған соң. Сөйтіп мен өзім күлкім келеді қазір. Сол кезде бір қарашты, мен Нұрбанк жұмыс қалмай қалды, қарашты, мұнай телеком мен жұмыс қалмай қалды деймін да. Попытка жасаған жерлерім жақсы болған. Сол кезде мен ренжідім, бірақ қазір благодарность айтам да. Тіпті мен сол алмаған жақсы болған екен деп. Сол кезде менен бірге жұмысқа кірген кассир қыздар, өткен мен бір ақша салайын деп барсам, әлі отыр ғой. Уже 17 жыл өтті, мен 17 жылда бір жерден аралап келмесем де болады.
әлі жүрсің ба деймін ғой. Баяғыда екеуміз бір келдік қой, қарап, дым өзгермеген өмірінде. Сол прическа, сол сол заңдылық, сол банк, сол касса деп отырды. Мен сонда айтамын ғой, надо же, говорю, мен сол кезде осы банк жұмысқа алмағанына өткен машинамен өтіп батамда благодарность айтып кетемін қайта деймін ғой. Сол сөйтіп 2009-дан бастап өзімнің өмірбаянымды сол 6 айдың ішінде уже пәтерлі болдық, ұлымыз екеуміз. Әйтеуір Аллаға мың алғыс айтамыз, балама, өзіме, апама мың алғыс айтамын. Содан сеттің жолында қазір келе жатырмық. Сет деген ол қалай айтсам екен, ол да алып келіп жасай салатын пластилин емес, ол да жасай салатын ол емес, барлығы адамның опытпен келеді. Осы кезге дейін енді ең үлкен чегім дейді ғой бәрі сұрағанда, ең үлкен чегім менің сол $200,000 дейін жетті. Ең үлкен чегім сетте. Қазіргі таңда өзімнің сол опытпен жүрген жаңағы жолдармен маркетингті көрсеткен лидерлер болады, тренер, коуч. Сетке келгенде адамдар дамиды, бір орта емес ол жерде. Біріншіден, сеттің пайдасы өзіңізге жақсы товар аласыз, сапалы товар қолданасың. Екіншіден, денсаулығың жөндейсің. Үшіншіден, орта. Сен докторды таныдым, қазір докторды танысым бар, мұғалімде танысым бар, нефтяникте танысым бар, комиссантта бар. Барлығы мына өзің ортаң өзгереді. Сосын сетте дейтін, сетте сен шетел қыдырасың. Мен ең үлкен мақтанышым Америкада болып келдік біз. Ең үлкен мақтанышым Турция, Қытай айналамызда, Москва страналарды айтпағанда Балиге барып келдік. Сол сеттің арқасында. Мен айтамын ғой, осы сеттің арқасында шетел көрдім. Сондықтан да өзімге қысқаша өмірбаяным осы 16-17 жыл бойы. Енді бұл сетте келгенде жаңа айтып ғой, пластилин емес жасай салатын деп. Бұның да өзінің моменттері болады. Бұда да көтерілесің, бұда да құлайсың. Себебі маркетинг өзгертіп жібереді, болмаса сапасы болмай қалады, или болмаса бір особенно қазақстанский, өзім қазағыма тиіп, бірақ енді айтпай қояйын, қазақстанский компанияларға кірген кезде біздер көп ренжіте қаламыз, себебі жақындағанда основательдер болмай қалады да, мына жетейін деп жатқан машинаңа жетпей құлайсың. Өздері құлатады. Біз екіге бөліндік, бүйттік, сөйттік, маркетинг усложнить, ең соңында не болғанын білмей қаласың. Шынымды айтайын. Мен осы өзім 16 жыл, 17 жыл жүргенде, мен лично да өзім жеке басыммен маркетинг жасаймын. Прямо сол бір жерде жасаймын ба, сол жерде жасаймын. Мынандай өнер жоқ. Мен мына жерде жұмыс жасап жатырмын қазір. Бірақ Даблатов айтты ғой, 17 кошелек болу керек деп та. Мен ана жерге де барып жасаймын, мына жерге де барып жасаймын деген жоқ. Мен өйтіп жасай алмаймын. Өйтіп қолымнан келмейді менің. Бір минус па, плюс па, я не знаю. Мен жасадым ба, бір жер жасаймын екен. Бірақ менің көңілімді мына компанияның основательдері бүлдіреді. Мына компания ашып отқан адамдар. Жаңағы мен айтамын ғой, ура деп жауға шабамыз деймін ғой. Енді былай ойнапты. Ура деп жинап келген кезде жаңағы не қылып көңіліңе су себеді. Әрине дегенмен адам бір жерде жұмыс жасасаң негізінде қай сетте де, мен қазір ешқайсысын жамандағым да келіп отқан жоқ. Бір жерде жұмыс жасасаң, сен бәрібір де сол жердің берекесі келеді саған. Менің бір айтқым келетіні, бір жерде жұмыс жасап кету керек адам. Мен осы опыт алып, осы кезге дейінгі алған жаңағы тәжірибем да, табиғат көргенім. Менің бір түсінгенім өмірде де адам бір жерде жасау керек екен. Бір жердің көгертуін керек. Бір елге келдің ба, сол елдің келіні ол дейді ғой. Былайша қазақпайша айтқанда. Ал бірақ сен маркетингте тек бір бағытпен жасаңдар. Бір бағытпен жеткен адамға нәтиже жетеді. Бірақ сен есінде болсын. Айналадағы мына келін кетушілер, олар әртүрлі болады. Сен қаласың. Сен қаласың, және де сен сияқты қалаушылар қалады.
Ал мына келімді кетімді адамдар, олар теңіздің толқынындай. Бір көтеріледі, бір түседі, бір көтеріледі, соңындағы стержень сенде қалады. Сонда ғана сен үлкен чекті бағындырасың, сонда ғана жетесің. Менің өзім осы қысқаша немде мен үлкен жетістіктерге жеттім көп компанияларда да. Өмірде де мен ешқашанда бір менде жоқ өкініш деген, менде бір ана болмай қалды деп та, ондай сожаление жоқ. Мен сол кезде қабылдаған шешім өзіме ол шешім. Көп адамдар айтты, ой, Рита, сен блогер болып қала бермедің ба? Сол кезде сен миллионер болатын едің депті. Мен сол кезде өзім шешім, мен блогер болмаймын ары қарай. Болды. Болып кетті ба, сол моментте болды. Мысалға да. Сондықтан да мен жаңағы ең өмірдегі адамды тағы бір өкіндіретін зат, ол өкінішті. Өкінбеңдер өмірлеріңе. Онда сендердің өкінішті, ренішті артқа қалдырған сайын сенің алдыңызға қуаныш, бақыт, береке бере береді екен. Осы енді сөйлей берсем сөз көп қой, мен осы фармаси брендіне қалай келгенімді айтайын. Әрқашанда адам бірінші бизнеске, мен бизнеске не только бизнеске, мен өмірде даже бір зат алатын болсам, даже бір элементарный бір кофта алатын болсам да, мен ол кофтаны бірінші алдын ала менің визуализмде тұрады. Ойымда прямо қандай кофта алам да, или қандай үй алам, қандай машина алам, менің визуалымда ол. Ал осы бизнеске келгенде де бір күні маған дезодорант керек болды, білмеймін, қыстың қақ ортасында керек болды. Оның алдында мынандай ой келді да, өзім бір компания жасап жүр едім, опять тағы да оның несі болды да. Жақсы, 2-3 жасап кеткен компаниямда бір тағы да минустар шығып, основатель жағынан үлкен келіспеушіліктер болып отырған кезде, сосын ойлап отырдым, бүйтіп жаттым. Осы маған қашан бір Құдай маған дұрыс бизнес кездестіреді екен, который сенімді, документі дұрыс, бизнесті айтады ғой, бір таза, бір налогын төлеп отырған, бір болады ғой, заңдылығымен да. Бірақ енді сөйтіп қарасам, қазақстанский компаниялар ұсынады, біледі, сөйтіп адамдар да. Қазақстанский компания 10 жерден заңды болсын, тоны ашады, жасайды да, ең соңында тоны жабады, ең соңында өздерін болып кетеді. Потому что менің опытыммен мен ондай компанияның түрін көрдім. Ана жатып алып, MD-дің основательдеріне қызғам, ояқтың несін қарай, бірақ енді қазір жүгіріп барып, MD-ге барып, жүгіріп барып, жаңа Арифлеймге барып, ол жерден сен миллион 1,990 деген не бар, заңдылық кетіп қалды ғой ол. Бірақ ойымда тіпті фармасия крем деген компания ой болған жоқ, бірақ ойымда менде дезодорант болды. Осы бір супермаркеттен алмай кеттім, осы бір жақсы бір фирмадан қарайшы деп, MV-ден кім қалды екен деп та, бұрын продуктлерін алдым ғой деп. Сөйтіп жүредім, реті келмей жүрген кезде бір күні маған Айсұлу дейтін досым келді, Петропавловскіден. Қалай келдім де бұл жерге. Келгенде де кірейін деп ойлаған жоқпын. Айсұлудың көңілі үшін ол алдында қыстайды, Рита шампунь алшы, иә, алам дедім деп қойды. Декабрьда айтқан болады тұғын. Бірақ иә, шампунь алам, сен ала саларым деп. Сосын айтты, сатшы менің шампундарымды. Сен шампунь сата алмайын деді. Мен жақта D3, магний, кальций сатып алатын, коллаген сатып алатын, сен қалай мен екеуін араластырмайын. Ну какая разница, продукты ғой дейді. Никогда дедім. Мен бір проектін сатам, болды. Сенің шампуньын сатсаң, өзің сат дедім Айсұлуға. Шынымды айтайын. Бірақ оны февральдың 28-інде ол кісі келіп, мен дезодорант алатын болды. Ол кісі аяқтай осы жақта тұрады ғой негізінде. Петропавловскіден уақытша тұрады, қазір сол кезде осы ауылға келген кезінде. Қыс қатты болды биыл. Сонда сол кісінен алып, сол кісінің көңілі үшін дедім, шынымды айтсам. Тіпті осы жерден фармасиядан бронзовый директор болам, 3 миллион чек табам деген жоқпын. Ана кісінің көңілі үшін деп келді. Сосын Рима ханым шампуньды алып кетті. Рима дедім. Рима апа, Рима ханым деп айта беремін ғой. Рима дей беремін, мен апам болғасын. Мына шампуньды алып кетіп жүрші, шампунь ұнаса осы бизнес ала қояйық. Осылай дедім. Осы бизнес таңдайық та, осы жер жасап кете қояйық дедім. Тап осылай білмеймін, қалай айтқанымды білмеймін. Рима шампунь жуып кетті, бір-екі күннен ұмытып кеттім. Рима шампунь қалай дедім. Мынау деді. Болды дедім. Осыны таңдай қояйықшы бір. Ана магазинге келіп бір кітап таңдап алғандай да. Осы бизнес таңдап алайық дедім. Сосын қарап шықтым. Фармасияға ең бірінші келгендегі
сразу жаңағы Google бар, ChatGPT бар, бәрін қарап шықтым. Барлық заңды компания. Біріншіден, не қылдым да, бұл компанияның біріншіден Турцияда қандай екен рейтинг қарадым, бизнес.com-ды қарап шықтым. Енді біз жерде дейтін айтады опыт деп. Жаңағы тәжірибе. Сонымен бәрін қарап шықтым. Сосын мынаны Айсұлудың менің тағы бір қасиетім бар, мен спонсор таңдамаймын. Ой, сен мынау екенсің, мен ана жерден бір лидер тауып алайыншы, соған тіркелейінші деген түк ойымда болмайды. Кім ұсынды, по этику соның астында тұрады, болды. Кім ұсынды, соған болды. Сол кісіні сыйлаймын, сол кісі айтты, по этика. Потому что әрқашанда естерінде болсын, бизнес сенен басталады. Ешбір лидер сен қазір ана жақтан барып біреудің миллионердің астына тіркесең де, миллионер келіп сенің астына жұмыс жасамайды. Бір затты ұғу керек адам өмірінде. Сен бол. Сен өзің құрасың, өзің жасайсың. Тамақ пісіріп жатқанда, борщ пісіріп жатқан кезде, морковын біреу салып, жуасын екіншісі салып, томатын күйдіріп, үшіншісі салып, етін төртінші адам келіп салмайды ғой. Борщты сен өзің пісіресің, иә? Бәрі өзің саласың. Сосын ең соңында келіп столға подавать етесің. Ал мына бизнесте сете ойда, сен құрасың. Сен үшін ол Инстаграмда әдемі жаңағы түрлі смс-тер жалдап алған лидер келіп сенің астынан құрмайды. Просто біздің адамдардың бір қатені солай ойлайды. Қазір сол лидердің қасына барсам, сондай боламын деп. Жоқ, лидерден тек үлгі алу керек. Сол лидерге жетем. Екіншіден, менің тағы бір сұрақ болу керек адам. Одан мен емгем Құдайға шүкір жетім шығым. Мен соңға, даже мен айтам ол кейде, я лучше деймін. Ол енді сендерге өздеріңді қараңдар енді. Мен әрқашанда сезімдемін, мен вообще лучше. Бәрінен де, оларда да күштімін. Оның стержені дейін да, менікіндей емес деп. Өзімде мен әрқашанда сол сезім болады. Сондықтан да сендер әрқашанда біреуден өзіңізді кемсітпеңіздер. Ой, анадан не получается, мынаудан не... Сол ой сізді жоқ қылып жібереді уже. Мен наоборот, мен өзімді, лучше деңіз өзіңізді. Егер де сіз өзіңіз баға самооценкілеріңіз түсірген сайын, сізде и бизнесте жүрмей, и үйде де сол, бірақ енді самооценка түсірмеймін деп айқалап яңып кетпейсіздер ғой енді, ол әркімнің өзінің несі ғой. Бірақ әрқашанда бизнес келгенде кітап ашыңыздар да, біздің контактілеріңіз жұмыс жасаңдар, өздерің алып келіп, өздеріңе аласыңдар. Әркім ол еді, сондай заңдылық әрқашанда. Сол фармаси брендінің маған біріншіден оған келген себебінің түрі бар, иә? Фармаси біріншіден заңды, екіншіден четкий инфолиниясымен көрдім. Үшіншіден оның жаңағы нелері маркетинг. Фармасидің маркетингі өте жақсы. Ол жерде біріншіден сапа, екіншіден фармасидің жаңағы команда дейді ғой. Мысалы айтқанда, мен 16 жыл бойы бір компанияда тұрған жоқпын, бір жалауды ұстап алып. Әрбір компанияда болдық қой. Сол кезде мына менің бір компанияға келгенде бір ұнайтын затым, компания мейлі, основательдер кете берсін, бір-бірімен бөлісе алмай қалсын, біреу инвестиция болып, перелеп кетіп қалсын, мейлі. Мен айтам ғой, мына әрбір компанияға келгенде, мына адамдардың көздері бар ғой, өзің сияқты көз жанарлар, адамдар қалады, контакты қалады, сондай бір теплый отношение қалады, сыйластық қалады, түсіндіңіздер ме? Ана компанияда бірге болып, бірге жұмыс жасадық қой, помнишь, ана вечерге не қылдық, сондай мен адам таныс көбейеді. Сондықтан да айтатыным, действительно, компанияларға даже благодарю, что осындай не қылып. Сол компаниядан, ана компания мына жерде бір жақсы бар екен деп ұсынуға бір жақсы жері сол жер енді. Мен осы
егер де мен банкте жұмыс жасай берсем осы кезге дейін, мен тек банктың уровеньдегі адамдарды білетін едім. Ал қазіргі таңда мен көп саланың адамдарын танимын. И көбінесе доктор, мұғалімдер ғой біздерде маркетингте жүретін. Доктор, мұғалім, үйде тұрған ана, және де нелер, көбінесе үйде тұрған ана, доктор, сосын мынандай бизнесмендер, жаңа қосымша табыс тауып, или жақсы товар алғысы келгендер. Сол, енді общем, сапа, тұрақтылық, сосын өсу үлкен шек бар біздің неде, фармасияда. Өзімнің прямо көзімді ашып қарадым. Маған әрине көп көмектескен Бақтыгүл ханым, себебі Айсұлу ол өте бір қарапайым, сондай бір кең жақсы адам. Айсұлу ол мен Бақтыгүлді көрсетіп берді. Ол үлкен спонсор ғой, менімен сөйлесе ма деймін да, қой керемет жақсы адам сөйлеседі деді. Көп затты мен бай маркеттен де қарадым, бірақ енді көп осы қазірде рахмет айтқым келеді, көп көмектескен, подробно қай сұрағыма болса да 24-те 7 деп жауап берді десем де болады. Тек сұрағыма жауап берді. Мен Бақтыгүлге отырып алып, ойбай, мен команда құра алмай жатырмын, ойбай, маған бір келмейді деген жоқпын мен. Ана подробно сұрап алдым болды, керек заттарымды. Сол 24 десем жауап берген Бақтыгүлдің сабырлығына сондай қызығамын. Әлімді де үлгі тұтам, Ақтауға да келді. Сол. Енді бұл жерде, например, сетевой маркетингті айтар едім да, мысалы айтқанда, біздерде екіге бөлінеді, мысалы айтқанда. Бинар, классика деп. Біздерде классика. Мен осы кезге дейінгі маркетингтерде мен классикада жұмыс жасамаған екен. Мен бинарда жасаптым. Бинар мен классиканың айырмашылығын енді міне жұмыс жасай келе көрдім мен қазіргі таңда. Бинар ол постоянно, мен айтар едім, бір гонг бинар. Бір жарысты. Бинар, балың келмейді дейді, бірақ адамдарды бір жарысқа қойып қояды. Содан адамдар жарысам деп, жаңағы бірінші кіру құны 50 мың дейді, или 60 мың дейді. Айналып келгенде артында 400 мың тұрады ғой. Сен көбірек салсаң жаңағы бинардан көп аласың деген жаңағы мотивация. Мен оны тағы да жамандағым келіп отқан жоқ, бірақ адамдарды сөйтіп заблуждениеге алып келеді да. Анау көп аласың. Сол бинарда сен, например, адамдарды алып келіп жатсың, Бинар қиылған кезде береді 10% әртүрлі, 8%, 10%, 20%. Ол бинардың бір жағында, например, структураң кетіп жатыр, бәрі екінші жағында өзің істеу керек болады. Сосын бинарда көбінесе қызықтырады, машина береміз, корабль береміз, үй береміз деп, енді үй береміз деп естіген жоқпын жалпы да. Ол машинаның сен, например, определенный, например, машинаның ақшасы, например, 20 миллион дейікші бір, средний машина, да, допустим, или 15 миллион жақсы. 10 миллион дей қояқшы. Сен бинарда машинаны аласың, сен 60-70 миллионға товарооборот беріп, жаңағы тек 10%-ті не қылған кезде ғана тек машинаға жетесің. Машинаға көп адамда жете алмайды, потому что жаңағындай товарооборот керек болады. Сосын бинарың бір жағын тола берсін, екінші жағында толу керек. Мын жағында 60 миллион, мын жақта 60 миллион, сол кезде 10 миллион машина салайсың. Сендерге прям шындықты айтайын. Көп адамдар осы шындықты ашып айтпайды, подвохын айтпайды, не қылмайды. Ал сондықтан да мен бинарда, классика маркетингте де бізде де адамдар не бар? Әрқашанда сетевой маркетингтің өзі адам шақыру ғой. Ал бинарда да осылай алып келдің ба, постоянно адам алып келуің керек. Осылай 40 адам жаздың ба, ол 40 адам сол кезде саған төледі ғой 60-70 мың, допустим. Келесі айда тағы новый 40 адам керек. Ана бинарды теңестіріп ақшасын алу үшін. Сөйтіп 2 ай 40 адамнан келесің, содан кейін қосылып шаршайсың ғой сен. Қанша 40 адамды алып келесің, тем более сенің дубликация адамдар жасамайды. Келді ма сенің көңіліңе бір келеді, Ал классиканы қалаған себебім, классиканың бір артықшылығы, например, бұл жерде сен
келдің да, біздің келдің өзіңе фармасиде өзің товарды алдың 55 балға. Ең бірінші ойладым, 55 бал болған, не аламын деп та, ай сайын. Осы шынымен келгенде. Мен бұрын соң жасаған жоқпын классикада. Мен ай сайын 20 мыңға не аламын деп, не деп айтамын деп та, адамдарға не аласың деп. Ал именно фармация компаниясының маркетплейсіне кіріп, мен оның жаңағы 2700-ден аса товарын көргенде ойладым, ой, не аласың емес, точно мен 10 жыл тоқтамастан алатын нем бар екен дедім. Сосын артынан айттым, неге менің шампунь таусылмаймын? Қазірдің өзінде, біздің ұлымыз екеуміз тұрамыз, иә. Қазірдің өзінде бізде уже 3, 4, 5 шампунь таусып тастаппыз. Мен өзім былай тастап жинап жатырмын, потому что ертең муляжға қойғым келіп отыр да, шампуньдарды кейін. Өзім офисім келгеннен соң. Жаңағы не қылып. 5 шампунь таусып тастаппыз, екеуміз. Бір 2 бастың өзі. Мен айтамын ғой, тек бәр адам, 2 адам тұрмайды ғой. 3, 4 адам болады, келін, бала деген болады. Қой дедім, ай сайын ол 55 бал жасау, ол кәдімгідей. Сол 55 балды, мысалы айтқанда, біз ай сайын неге де апарып беріп жатырмық. Супермаркетке, неге де апарып, Динаға да, Гранд Маркетке, айту бір маркетке апарып беріп жатырмық. Ол жерден тек біз тек рахмет деп кетеді болды. Спасибо за покупку деген чек бар ғой, сол и все. Ол жерден сен жаңағы путешествиеге барасың, сен 3 каталогтан кейін премия аласың. 5 каталогтан кейін сен Турцияға тегін путевка аласың деп айтып жатқан жоқ. Классика бір өзіңде сол бір айда, например, 25 адам тіркелді дейікші саған. Сен уже 25 адаммен, например, сен директор статусы жабуға болады да, мысалы айтқанда. Сол адамдар біздің компанияның 4 шағы бар, мотивация. Одно и то же адамдардан сен 4 рет айлық аласың. Сен ол адамдар келді, бірінші 20 мың қалды, иә. Одан кейін ол 20 мың оның сапасын көрді, товарының. Сапасын көрді де, одан кейін келесі айда уже 8 мың, 10 мың сыйлығын берейін деп тұр, сен 20 мыңға товар алғанда. Әрине, духилар бар, сыворотка бар, маскілер бар, иә? Сөйткенде, одно и то же бір 25 адам құрдың ба, сен сол адамнан 25 адамның 4 шағы өткенсіз, сен 4 рет сол табыс аласың. 200 мың айлық алдың ба сол адамдардан, сен ол кісілер 4 ай шағын алып біткенше, сен 4 рет айлық аласың. Одно и то же адамдар. Мысалға айтқанда, иә? Енді ол адамдарда тір адамдар ғой, мен классиканың қатты ұнаған жері. Ол адамдарда тір адамдар. Ол адам айтады, мына жерде шампунь жақсы екен, мына жерде каштангел жақсы екен. Адамдар уже манағы 25 адамнан жақсы. Бірінші арашыға 4-5 адам шығады, қош келесі жағын алмаймын деп қалатын адамдар да, мысалға айтқанда. Бар, адам дейтін 5 саусақ. Сондықтан да ол бәрі бірдей емес, иә? Сондықтан да келесіде мына 25 адамнан тағы да новый адамдар келеді. Себебі уже менің осы бір айда, мен 28 февральда тіркелген себебім, маған кім айтты ғой, Айсұлу ханым. Рита, 28-де неге айдан аяғында қапылып тіркелем, айдың басында. Рита, 28 февральда тіркелді. Себебі деді, мартта сен уже сыйлық аласың деді. Мен құлағым былай өтті, сыйлық дегенде уже қалай сыйлық аламын? Сен осы 20 мыңға жасайсың, 10 мыңға сыйлық аласың, 8 мыңға нені алдым. Крем для рук пен гель для душа. Мен гель для душ заказ берейін деп отырсам, жоқ, заказ бермей ақ қой. Февральда өзіңе алып ал, керек затты, шейіне дезодоранттарын алып алдым ғой. Февраль, уже мартта мен сыйлық алдым. Мартта уже мен каталогқа барғанымда уже сыйлық шықты. Адам, әйелдің бір қатты қызығатын заты ол сыйлық, жеңілдік қызығамыз, иә, біздер. Мен қуанып кеттім. Содан сол март айында жаңағы маған сондай қатты ұнады. Несі, шампунь мен дезодоранты, қолға мен көбінесе спортпен айналысқанда, енді әрине адам терлейсің да. Терлемейтін адам жоқ қой, но терлегенде иіс шығатындай қалай занимайсыз да? Сосын кейде бір үй жинап кеткенде бір қатияқ күнде жуынып жатсың, иә? Мынаның сапасы жақсы екен деп, сосын ары қарай глубже копаться етсем, бұл үйдің 75 жыл тарихы бар, GMP сертификаты, бизнес форумда 18 орын тұр ғой. Одан сайын мана кришка кеткен, одан сайын кришка кетті ғой. Сосын бірімізден сөйтіп, мен бір өзім бір 5 адамға айтқан шығар. Апам айттым, сосын Санзия ханымға айттым, тағым. Сөйтіп жүргенде қарасам, уже қалай 5 мың балдың жиналғанын мен білмеймін.
жаңағы уже айдың аяғында қарай сосын өзімнің как раз бұрынғы жасап жүрген заттарымды сатып тастағам. Сосын өзіме тағы да мен айттым ғой, шампуньнан көбірек алайыншы дедім. Бір 20 ма 30-ға шампунь алдым да, ал құрттай қалған несін алып өзіме. Себебі оны алғанда директор жаба алмай қалды деп алған жоқпын. Мен мына келген адамға ұстатып жіберемін деп алдым. Себебі басында мен действительно Айсұлу ханым тіркегенде қолымызда ештеңе болған жоқ деп. 1-2 шампунь болды. Содан вот так қалай директор болғанын білмей қалдым 1 айдың ішінде. Бәрі мен онда түсінбеймін маркетингін. Мархабат айтады, бірінші каталогтан ашып жатсың, директор ашып жатсың деп спонсорлармен таныстым. Бірінші каталог деген не деймін ғой, сонда уже директор жауып алғаннан кейін. Ол бірінші каталог деген кірген айда не ашқаның дейді да. Мен февральдың несі ол бір күн саналмай ақ қойсын дейді да. Кірген айда ашқаның екінші каталог болып саналады ғой, былайша айтқанда. Сондықтан да ол қалай болады? Қалай олай жабады? Адамның несі? Әрқашанда адам сенің айтып тұрған деп айтып тұрған маркетингіне қарамайды, сенің эмоцияңа қарайды. Әрқашанда қанша мен нелерге жетістікке жеткен адамдарды қараймын, 90% эмоция болу керек адам айтқанда. 90% эмоция, 10% информация жарайды. Сен оны қалай жақсы бересің, қалай қызығып айтасың, соған байланысты. Сондықтан да мен айтамын ғой, сіздер, мен вообще маркетингті мен обычный компанияға кіріп жіберем бе, мен өзім кіргізген адамнан маркетинг айтып берші деймін ғой. Маркетинг тыңдамай мен бірінші сразу эмоциямен жүретін адаммын. Эмоция, позитив, әрқашанда сосын жаңа не стержен. Сосын не тағы да бір айтатыным не керек? Қалай айтсам екен? Бір жерді жаңа не алды дейді? Верность. Сенімді ол. Қалай айтады? Сен сол фармасийсің ба? Сен фармасий бол. Мейлі айта берсін, миллионерлер 17 кошелекке салып, сен 5-6 банкке салып қой, Нұрбанкке салып қой, ақшаң көп болса. Ана жилстройға салып қой, 5-6 кошелек болса, керек болса биткоинді алып қой да. Но компания сенде бір компания. Жетістікке жетемін десеңдер, дальше дамимын. Мен қазіргі таңда уже қазіргі таңда чегім менің 2 519 000, еще плюс былай продажаларым айтқан жоқпын мен. Себебі шампундарды біз спокойно 9800 саттық басында. Қазір 8000, 7000 үстінен қосып сатқанды айтып отқан жоқпын, былайша айтқанда да. Сондықтан да чисто по маркетингу келген. 2 рет премиямды алдым. Қуаныштымын, я благодарна, я счастлива деймін постоянно. 2 рет премиямен сертификатымды алдым. Астынан Рима ханым бұрында да бұрыннан да продуктовый компаниядан үлкен жетістіктерге жетіп жүрген адам болды. Рима ханым да сол директор статусын 2-ші каталогында жапты. Сол премиямды да бәрін четкий берді. Компанияның бір жақсы ұнайтын жері, документациясы да четкий, договор да четкий, төлегенде де прям ип-счетімізге аударып, өзімде сразу айттым мен бухгалтеріме. Қазіргі заңдылық бойынша қалай депті, шетелден келген ақша болса, сіз 10% төлеуіңіз керек. Мейлі 10% төлей қояйын деді. Үкіметінен өзімнің қазағымның жерінен мен елім дамысын деп, асфальттар жөнделсін деп, мына мұғалімдерге біздің балдарды оқытып жатқан айлық болсын, мейлі 10% төлейін деді. Солай қазіргі таңда осы фармасий брендінде осындай жетістіктерге жеттім. Жетістікке жеткенде жаңағындай адамдар не болу керек, мінез болу керек. Біріншіден мінез болу, мынандай мінез емес, көк бет болып шапалаңдап ұрысу мінез емес. Мінез деген ол көркем мінез болу керек. Адамдармен сөйлесіп білу керек. Екінші мінез сенің тұрақтылық. Мінездің сипаттамасын айтсаң, сенің мінезің көркем болу керек. Екіншіден тұрақтылық деген болу керек мінезде. Вот сенің сонда тұрақтылығың болса сол мінезіңде, сен оны жетесің, ол жетістікке. Тағы да бір айтатыным, сен ешкімге
не надейсің ни на кого. Бір күні бір коучқа $1000 беріп, бір ай менімен жұмыс істеші дедім. Сол кезде $1000 сатып алған айт сөзім, лидер деді, сен нағыз құрам десең осы жерде, да, лидер не рождается деді, становится дейді. Екіншіден, лидер ни на кого не рассчитывает дейді. Сонда артынан кетіп қалды, $1000 кетті, ананың уақыты бітті, сонда ойланып жаттым да, мен бір екі сөзді бола соншама. Сол екі сөз маған талшық болды. Иә, шынымен, сен өзің сен лидер болсаң, сен ешкімге есептеме. Ана жерде біреу маған дейтін, затым сатып беретін еді ау, дым ойламаңдар. Самый главный мақсатты білулеріңіз керек, и сол мақсатқа прямо жүру керек. Прямо. Ешқандай безоглядка. Вот сонда ғана сен жетістікке жетесің. Ал менде сосын тағы да бір Бақтыгүлдің бір сөзі болды да, енді әр жерден бір естіген түртіп жүресің ғой. Мен жасай алмаймын, сен құсап дейді. Рита құсап жасай алмаймын. Риталарға тек кеше айтады біреу. Рита сияқты біреуге жұмыс жасаймыз постоянно дейді. Саған не болды деймін да? Сен мына ойыңмен сен дамымайсың дедім ол кісіге. Қалай сен Рита сияқты біреуге жұмыс жасаймын деп ойлайсың дейді. Осы ойың сені тоқтатады. Сондықтан да сен жаңағы жасай алмаймын деп айтпа дедім. Жаңағы Бақтыгүлдің бір голосовойын көп тыңдаймын. Бақтыгүлдің голосовойында спонсорлардың голосовойын тыңдайсың ғой. Бәрі тыңдамай. Сонда бір голосовойында айтып тұрады. Жасай алмаймын демеңші дейді. Жасай алмайтын адамдар қандай адамдар? Екі қол жоқ болса, екі аяқ жоқ болса, көзі көрмесе, ауыз сөйлей алмаса, сөйтіп те өмір сүріп жатыр ғой адамдар. Сондай да өмір берген адамдар бар ғой. Бір құдай сақтасын деп саған айтқан. Сондай адамдар айтады, жасай алмайды ондай адамдар. Яғни сен өзіңді инвалидтің деңгейіне түсіресің. Жасай алмаймын деп. Жоқ, сен жасай алмаймын емессің. Мен жасағым келмейді. Мен фармасияда бронзовый директор боламын, Ритаң алған 3 миллион чегін аламын десеңіз, аламын, бірақ жасамайын деңдер. Хотя бы будьте честными собой дейді ғой, өздеріңе адал болыңдар да. Жасай аламын, бірақ жасамайын. Зато адалдық болады өздеріңе. Ал егер де сен мен жасай алмаймын ғой десеңіз, сіз өзіңізді индивидуально сізге сол постоянно жасай алмайтын нелер, сосын жайлап годами ауру келіп бастайды. Потому что сен өзіңді инвалид деңгейіне апарып қойдың ғой. Жайлап ауырып бастайсыңдар, сахарларың көтеріп бастайды, содан кейін аяқтарың ауырып бастайды. Себебі өздеріңді жасай алмаймын деген деңгейге. Сондықтан да мына энергетикалық заманда мына тілден ауыздан шыққан сөзге абай болыңдар. Абай болыңдар. Тіпті лучше мен айтамын, лучше молчи. Мен үндемең лучше. Лучше үндемең. Тем андай қылып ауыздарынан негатив сеять еткеннен үндемей отырайық деймін да офисте кейде. Үндемей. Кейде өзім үндемей отырамын. Комментировать етпе даже ешкімге. Себебі қазіргі заманда мына сөздің құдіреті қатты. Мына энергетикалық заман қазіргі заманда дейтін бұрынғыдай емес. Даже балаңды қарғама деймін. Потому что баяғы заман бізге қанша бірдеңе ұрысып жатқан ол кезде ондай болған жоқ жердің энергетикасы, сөздің энергетикасы. Сондықтан да мен өзім жасай алмайын деп өздеріңді сондай деңгейге апарсаңдар, сендердің өмірлеріңде сондай деңгейде жағдайлар бола береді. Вот. Банкке ақша салсам, мысалы айтқанда 1-2% берер да саған. Мысалы айтқанда айына да. Ал егер де еңбек мына сетевой маркетингке еңбегін салсаң, сен ай сайынғы табысың өседі. Уақыт, еңбек, тұрақтылық болады сетевойда. Сен егерде жаңағы ай сайын қанша усилие салдың, сен сондай чегің өседі. Мысалға айтқанда мен бір жерге жұмысқа кірдім дейікші, маған 500 мың айлық береді. Мысалға да, просто пример, 500 мың айлық, это мечта. Ол өйтіп 500 мың ала бере алмайды, просто сен 500 мың бермейді саған. Допустим, берді дейікші 500 мың. Сен күшті қылып жұмыс жасадың да, постоянно 5 күн жұмыстасың, таңертең кешке дейін жаңағы хозяинның қолындасың, жұмыс жасадың да. Бірақ сен миллион теңге табыс тапқың келеді, иә? Миллион теңге табыс тапқың келеді. 1 миллион алғың келеді, иә? Сенің айлығың ешқашанда 1 миллион болмайды ол жерде. Болар, может, через 10 жылдан кейін, может, 3 жылдан кейін уже инфляция көтеріледі. Ал сетевой маркетингке салған энергияң мен сетке салған уақытың
еңбегің, сен бір айда сен 1 миллион табуыңа болады. Бір айда сен 1 миллион емес, 2 миллион, бір айда сен 3 миллион табуыңа да болады. Егер де сенің ар жағында аппетитің жақсы болса, сен бір айда 10 миллион табуыңа да болады. Себебі біздің сетте, именно сетевой маркетингте, особенно фармасийдің маркетингінде, ешқандай ограничение жоқ. Жизнь без ограничений дейді. Сен статуспен өсесің, сен премияңды аласың, сен жаңағы Стамбулда керемет 9 заводын көресің алпауыт. Оған қайта баруға мүмкіншілік бар. Үйіңді де аласың, машинаңды да аласың, кредитіңді жабасың, киіміңді де киесің, тойыңа да барасың. Әрине, әдемі болып жарқырап жүресіңдер. Әдемі жақсы шампунь, жақсы әтір, декоративка, коллаген, L-карнитин, жаңағы түгел бар ғой бізде. Барлығы бар, мысалы айтқанда. Соны сөйтіп жарқырап жүрген кезіңізде, мен неге бір жерге 500 мыңға мен жұмысқа баруым керек? Мен өзімнің, менің таңдауым осы 2009-дан бері таңдауым менің сетевой маркетинг. Қазіргі таңдауым менің фармаси брендінің бос директоры жабуға деген мақсатты қойдым. Енді жаңағы әрекет менен берекет Алладан. Ал енді сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Менің қысқа айтып отқан, мен бұл жерде маркетингке шыққан жоқпын. Мен осы өзім таныстырайын деп, біріншіден осы фармаси брендінің құндылығын, сосын айтқым келді. Бұл феврлікте кезінде біреулер бастады ғой. МВ-де біреулер бастады. Анау бастап кетіпті деп қызығып отыра бермей, сол бастаған адамдардың қатарында болайық та деген менде не болды. Прям сондай сезім келді маған. Осы фармаси келмей тұрғанда. Бір сондай бір продуктор, жақсы бір бизнес болса, жақсы бір заңды не болса, бір жаңа сол жердің бір лидер болсам деп ойладым да. Себебі бір 3 жыл жасайын ба, ана компанияға кетіп қалып уже 16 жылдың бірталай жыл өтіп кетті мысалға айтқанда да. Менің қолыма бір соны сөйткенде Алла естіді деп айтар едім, мен шынымды айтсам. Бір дұрыс, документі дұрыс, бір жер болса екен маған деп тілеп отыр. Енді сендерге отырып, маған шын, на самом деле менің жалпы өмірдегі алдын ала болатын заттар менің бірінші ойыма келеді әрқашанда. Ойыма келеді. Содан бір себеппен реттеліп алдымнан шығады. Бір реті болар деген болады ол сөз. Сол. Енді сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Жаңағы мен құсап қалай директор бір айда білмей қалып болып қалың деп ойсып вебинар өткізу сіздердің барлықтарыңызға бұйырсын. Осы бүгінгі вебинар қатысып отқандар, осы вебинар қатысып отқанымдарға Құдай берсін, береке берсін, үйлеріне, өздеріне денсаулық берсін, үлкен команда беріп, осы фармасидің алғашқыларында алғашқы миллионер болуларыңызға тілектеспін. Мен сұрағымды аяқтайын, сұрақ жауапқа қалдырайын. 10 минуттай уақытымыз бар.